Сәлем құрметтім. Бүгін мен сіздерге көкталдың жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Қажетті заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Алдымен бізге сазан балығы керек болады. Оны тазалап, жуып шайып аламыз. Тілімдеп балығымызды кесіп шығамыз. Мен алдын ала кесіп алдым. Осыған тұз сеуіп, жарты сағатқа тұз сіңгенін күтетін боламыз. Жарты сағатта тұз сіңіп шығады. Тұзды осылай барлық жеріне сеуіп шығатын боламыз. Кескен жеріміздің барлығына. Себебі бізде тұз жақсылап сіңу керек. Балығымызға дәм беретін тұз. Алдына осылай барлық жеріне себеміз. Көріп тұрғандарыңыздай. Келесіде бір үштік пиязды таза ыдысқа жақсылап турап аламыз. Жұқа етіп, оған майонезімізді қосып, жақсылап біркелкі араластыратын боламыз. Қыздар, естеріңізде болсын, көкталға қосатын пиязымызды да, картопымызды да жұқа етіп кесетін боламыз. Келесіде міне жарты сағат уақыт өтті. Қара бұрыш себеміз. Бір ас қасықтай септім, жақсылап. Келесіде балыққа арналған дәмдеуіш себетін боламыз. Оны да көзжебамен септім. Бір ас қасықтай сепсеңіздер жеткілікті. Барлық шетіне сеуіп шығамыз осылай. Дәмдеуіштерді сеуіп болғаннан кейін пиязымызды жайғастырып шығамыз. Үстіне бірінен кейін бірін барлық шетінен жауып шығатын боламыз балығымызды. Еш жері ашық қалмау керек, көріп тұрғандарыңыздай. Пиязды жұқалап тураймыз. Көктал туралы шамалы түсінік бере кетейін. Түсінбей жатқан болсаңыздар, балық еті қазақ дастарханында бұрыннан бері бар, ерекше ас есебінде тағайындалады. Оны қазақ халқы қуырып та жейді, асып та жейді, оны сорпа етіп те жейді, оны білесіздер. Сондай-ақ балықтан әзірленген көптеген басқа да тағам түрлері бар. Солардың арасында ерекше тағам ретінде ерекше тарихы бар тіл үйірер дәмдас ол көктал деп аталады. Себебі бұрындары халқымыздың жауынгер батырлары сапарда ысыған тастарды, балықты өз терісінде, өз шырнында пісіріп жеген екен. Содан бері міне көктал бастау алыпты. Әрине көктал әзірлеу көптеген өзгерістерге ұшыраған. Келесіде біз жұқа етіп картошкамызды салатын боламыз. Оны да біркелкі етіп, еш жері ашық қалмау керек. Барлық жерге картошкамызды саламыз. Қыздар, жасап көріңіздер, өте оңай, бір жасағаннан шығады. 180 градуста 1,5 сағатта пешке салатын боламыз.
Міне картошкамызды болдық. Енді майонезімізді жағатын боламыз үстіне. Майонезден кейін аздап тұз себетін боламыз. Тұзды ұмытып кетпеңіздер, тұз ерекше дәмін келтіретін болады. Келесіде жұқалап болгар бұрышын қойып шығатын боламыз. Мен алдын ала турап алдым барлығын. Оны да біртіндеп қойып шығамыз. Бұның бәрі бізге ерекше дәмін келтіреді. Негізі болгар бұрышы, помидор ол маңызды емес. Үстіне картошканың қасына сәбіз қойсаңыздар да болады. Енді өзіңіз ұнатқан көкөністерді қоя беруге болады. Келесіде қызанағымызды қойып шығамыз. Менде бір ғана қызанақ болды үйде, сондықтан бір-ақ штук пайдаландым. Сіздер қалауыңыз бойынша пайдалана берсеңіздер болады. Көкталды көбіне ер адамдар жасайды, себебі балыққа шығатын ер адамдар ғой. Олар сыртта жасайды, тастың үстінде жасайды. Негізі өте ерекше тағам. 1 сағат, 1,5 сағатта піседі. Міне біздің көкталымыз дайын болды. Қызып тұрған пеште 180 градуста осылайынан қоямыз. Астына фольга төсеуді ұмытып кетпеңіздер, себебі балықтың суы шығатын болады. Міне біздің көкталымыз дайын болды. Дәмі өте ерекше, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Алла сіздерге разы болсын. Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз.